Электронный почта арқылы мені біреулер взламат етпек болды. Бұлар қалай жұмыс жасайды және бұлардан қалай қорғануға болады, мен бұны қалай білдім, қазір сол туралы айтатын боламын. Соңғы уақытта болсын, бұрынғы уақыттарда болсын, электронный почта арқылы компьютерге доступ алудың әртүрлі жолдарын қолданатындар бар. Олардың сценарийі әртүрлі. Мен мысалға почтама неше түрлі хаттар келеді. Мысалға мен осындай организацияның адамымын. Осындай бір адам жақын туысы енді бір осындай болып қалып еді. Сізге аударып жіберсек бола ма? 30% өзіңізге қалады деген секілді. Сөйтіп лақанут етуге тырысады. Бұл жолы кішкене басқаша. Менде осындай хат келді. Бұны қарастырып көрейік. Бұл жерде айтылған. Біз осындай, компаниямыз, біздің осындай программамыз бар. Электронный почта бар. Мен электронный почтамды қайдан алу мүмкін? Енді әртүрлі сервистерге тіркелген, кейбір сервистерді өздері жаңағы утечка болады, сол жерден алу мүмкін, немесе бір жерге мен жазып қойған болуы мүмкін. Қысқасы вариант көп. Осындай. Енді мен бұны енді фейк екенін білем. Сіздің YouTube каналыңызға жарнама қойсақ деп едік те. Енді мен YouTube каналымда жарнама қоятындай деңгейде емес. По приколу жаза салғам. Одан кейін бұлар маған осындай хабарлама жіберген. Осындай хат жіберген. Бұл жерде жазылып тұр. Енді хат көп. 60 секундтық жарнамаға осынша мен осыншаның арасында төлейміз. Бұл сразу понятно, менде ондай аудитория жоқ. Контрактқа отырғаннан кейін біз сізге 50%-ін жібереміз деген. Контрактқа отыру үшін не істеу керек? Бірінші PDF документ бар. Соны скачать етіп ал деп тұр мына жерден. Megago, Dropbox, Google Drive, Mediafire, немесе сол секілді орындардан. WhatsApp номер көрсетілген. Telegram көрсетілген. Мына программаны мен былай іздеп қараған, бұндай бар. Просто мынау фейк аккаунт ашып, осылардың атынан жазып отыр. Енді мәселе осыны скачать еткенде басталады. Мен мынандай файлдар келетін болса, ешқашан скачать етпеңіздер. Себебі бәрі мұқият емес, случайно қажет емес атты бас жіберу мүмкін. Қысқасы игнорить ету керек. Менде енді Mac, Windows'тың жағдайында беда өте, себебі Windows вирустардан қатты қорғамайды. Оны Windows'ты хакнут ету оңай. Менде Mac'тың жағдайында кішкене более-менее безопасный, немесе Linux. Одан кейін мына архивті мен скачать етіп алдым. Әртүрлі Virus Total деген осындай сервис бар. Мынау RAR архив. Мен осыны былай тексеріп көремін. Тексеріп қарайтын болсақ, бұл жерде ешқандай вирус жоқ деп тұр. Енді бұлар осындайлардан қорғану үшін, егер сізде антивирус болатын болса, Windows'та по идее ол сразу табу керек. Мынау RAR архив. Бұның ішіндегісін бұл тексермей тұр демек. Одан кейін бұны мен ашып көрдім. Онлайн сервис арқылы. Мен компьютерімде емес. Бұл жерде, PDF деп мына жерде тұр. Бірақ соңғы расширениесіне қарайтын болсақ, бұл жерде exe деп тұр. Яғни мына жерде exeshnik файл тұр. Осыны ашатын болсақ, компьютерімізде қандай да бір программа запуск етіледі. Ол компьютерде тұрып блоктап тастауы мүмкін компьютерді, типа ақша бер, немесе сол секілді болмаса осындай болады, ішіндегі файлдардың бәрі жойылады деген секілді. Және мына жерде қандайда бір видео тұр. Енді бұл видео MP3 форматында, даже Windows'тың жағдайында, мынау MP3 деп тұрғанның өзінде, бұның ішінде арнайы вирус болуы мүмкін. Мысалға картинка болуы мүмкін мына жерде. Ашасың, вроде картинка. Окей деп жаба салдың, бірақ сол кезде сен компьютеріңде қандайда бір программа іске қосылады. Мен Windows туралы айтып тұрмын. Бұл жерде Windows'та сондай проблема бар. Әсіресе ескі Windows'тарда. Одан кейін мына exe файлды мен қазір таңдап алдым. Тексеріп көретін болсақ, міне мен айтқанымдай Trojan дейді. Одан кейін CryptRX, мыналарды гуглить етіп көруге болады. Бұл қандай вирустар немен айналысады. Одан кейін тағы Trojan, міне осындай вирустар, кейбіреулері вообще тупит етіп мына жерде, міне вирус жоқ деп тұр. Енді мына онлайн сервис, бұл жерде бәрін дұрыс тексермеуі мүмкін, ал реально антивирус болатын болса, компьютерде бұл тексере береді. Әрине мен мынау менің компьютеріме айтарлықтай минус келтірмейді, себебі Mac, мынау exeshnik, бұл Windows'қа арналған. Mac пен Linux-тың жағдайында әңгіме бөлек, бірақ соның өзінде абайлау керек. Бұндай вирустар тағы қандай жұмыстармен айналысуы мүмкін. Егер YouTube каналы бар адамдар болатын болса, сол YouTube каналына доступ алу мүмкін, компьютер арқылы, немесе компьютердегі веб-камера, в общем, не бар, микрофон, бәріне доступ алып,
сондай аңду жұмыстармен айналысуы мүмкін. Немесе браузер болатын болса, мысалы мына хромның жағдайында хромдағы бүкіл куки файлдарды көшіріп алуы мүмкін. Яғни куки деген енді ұзақ әңгіме, қысқаша айтатын болса, егер кукиді көшіріп алып өзінің компьютерінде кукимен заменить ететін болса, сізде қай жерде қандай аккаунт тұр, сол аккаунтқа сразу кіре береді деген сөз. Сондаймен айналысуы мүмкін. Қысқасы, Windows-тың жағдайында фонда қандай да бір программа тұрады, ол программа любой затпен айналысуы мүмкін. Компьютердің экранын түсіруі мүмкін. Мысалы, мен қазір компьютерде осылай жұмыс жасап отырмын. Мен мына жерде не қарадым, қай жерге қандай данный жаздым, соның бәрін түсіріп, удаленный түрде бір жаққа жіберуі де мүмкін. Енді вариант өте көп. Сондықтан электронный почтамен біреу бірдеңе жіберетін болса, мынау әртүрлі адамдардың атынан келуі мүмкін. Бұны жауап жазып, немесе бірдеңені скачать етіп, вообще керек емес. Әсіресе әртүрлі компаниялар болады. Мысалға, бухгалтерінің электронный почтасына біреу бірдеңе жіберу мүмкін. Мысалға айталық, салық органының атынан. Сіз осындай салық төлемегенсіз, бірақ қателік болып қалуы мүмкін. Сондықтан мына біздің документті ашып оқып көрсеңіз дейді. Мысалға, ол шошып кетіп не істейді, ашып оқуы мүмкін. Сол кезде мына программа іске қосылады. Одан кейін проблема пайда болады. Бұдан енді қалай қорғануға болады? Бірінші, ештеңені скачать етпеу. Скачать еткеннің өзінде оны тексеру. Лучше немесе виртуальный машинада қосып көруге болады. Немесе ешқандай маңызы жоқ бір сондай компьютерде қосып көруге болады. Бірдеңе болғанның өзінде переустановка жасап, бәрін жоя аласыз. Компьютерге жақсы антивирус қою. Енді вариант көп. Касперский мүмкін жақсы шығар. EsetNote бар, AVG деп тұр мына жерде, міне жақсы таба алғандар. Әртүрлі варианттар бар. Немесе Linux сияқты более безопасный операциялық жүйе қолдану, бұл қауіпсіздігі жоғарылау. Одан немесе Mac қолдану. Mac немесе сол сияқты Apple-дың компьютерлерінде қауіпсіздік жүйесі жақсы ойластырылған. Оның қалай жұмыс жасайтын туралы бір документальный фильм бар. Сонда YouTube-тан көрсеңіз болады. Apple Security System деп жазсаңыз шығару керек. Бұған тап бола қалған жағдайда не істеуге болады? Немесе компьютерді осындай бар ма, жоқ па, қалай біле аламыз? Кез келген бір антивирусты скачать етіп аласыз. Мысалы, Kaspersky Free, немесе сол секілді 360 Total Security бар, немесе сол сияқты тегін антивирус, немесе платный түрін алып, орнатып, полностью компьютерге сканирование жасайсыз. Немесе байқалып тұратын болса, бірдеңе дұрыс емес компьютер, переустановка жасай салған дұрыс. Полностью. Немесе осындай антивируспен толығымен компьютер тексересіз, Windows-тың жағдайында ол 6-7 сағат уақытты алуы мүмкін. Windows қысқасы өте сондай уязвимый операционный система. Антивирусты мен Windows-тың жағдайында міндетті түрде қояр едім. Менде мысалы андай жағдай болған. Біреудің мысалы флешкасы бар, саған айтады, осы флешкіден документтерді бірдеңесін өзгертіп жіберу керек, сенден компьютердегі жаңа Word-пен, пожалуйста, қойсын, мысалы компьютерге тығасың флешканы, сол флешкада вирус болады, ол сен компьютеріңе автомат түрде копирование жасайды. Яғни, сен флешкада еді ол негізі, сол флешкіден өзің компьютеріңе көшіріледі автомат түрде, Windows-тағы. Сол компьютерге басқа флешка сататын болса, ол басқа флешкаға көшеді. Сондықтан бұл кішкене өте сондай опасный лау.